Үш ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Аз сөйлер де көп тыңдар, қас ақылдың баласы. Ақын бойына адамгершілік қана жарасады. Екеуінің біріне ақау түссе, алдымен ақындық өледі. Сұлулық, әдептілік, білімділік, сезімділік, ерлік, даналық бәрі де жеке адамның меншігінде емес, ең алдымен елдің, халықтың еншісі. Өзі таза адам өзгеге күйе жаға алмайды. Күйе жағу үшін өзінде күйе болу керек. Адалдық өзі алданса алданар, өзі ешкімді алдамас. Махаббат, достық, бауырмалдық адамның ең бір асыл қасиеттері. Адамшылдықтың сұлтаны. Келген қонаққа достық көңіл, қонақжайлық пейіл таныту үй иесінің борышы. Айнымай тұтқан жолың болсын мынау, азаттық, ағайындық, теңдік сұрау. Тайсалмай дұрыстыққа жаның қисаң, борышы адамдықтың сонда тұрау. Адамның алдымен адам сипаты болуы тиіс. Ағаң келсе ардақтап атын байлағандай, қонағың келсе құрметтеп көңілін жайлағандай, тындырымды ісің болғанына не жетсін. Арам табақтан адал ас өтпейді. Хам көңілдің қайғысына дауа бол, жолда шаршап шалдыққанға сая бол. Сіз әдеп, біз көмек. Базарда мың кісі кездеседі, әркім сүйгеніне сәлем береді. Сәлемнің де сәті бар. Кісі болар кісінің кісіменен ісі бар. Кісі болмас кісінің кісіменен несі бар. Шын көңілден айтылған тілекке шындықпен жауап беру парыз. Жомарт бергенін айтпас. Ел адамымен сөйлессең, ауыл аймағын айтады. Қала адамымен сөйлессең, үйіндегі жиған тергенін айтады. Қыр адамымен сөйлессең, бота менен тайлағын айтады. Ал тексізбен сөйлессең, қайдағы жайдағын аузына келгенін айтады. Адамның басшысы ақыл, жетекшісі талап, шолғыншысы ой, жолдасы кәсіп, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез. Шешен сол сөйлер сөзден қамалмаса, жақсы сол істерісін тамамдаса. Өтін тұрған бұзылмай, 32 тіспен тең, айдынды жақсы аймен тең, жомарт жігіт баймен тең, шешен жігіт дүрмен тең. Тұзаққа түскен бұлбұлдан еркін түскен торғай артық. Нәрестенің бесігі, кең дүниенің есігі. Улыға бәрінен гөрі адалдық жақын тұр. Жер бетінде адал адамнан өткен тамаша ештеңе жоқ. Улы жүректің ақиқат пен әділеттің қорытылған қоймасына айналған адалдығы арамдықты жайдай жайратады. Адал өмір сүргеніңді білген кезде өмір өте жақсы және жеңіл көрінеді. Адалдық өмірден қымбат. Ғұмыр бойы бақытты болғың келсе, адал адам бол. Күшіңе сенбе, адал ісіңе сен. Асыл қасиет адалдық, асыл мінез адалдық. Адал арың ақ мамық жастығың. Адал адам кім үшін де жалпының игілігіне бола өмір сүру, ортақ мүддеге бола жеке мүддені құрбан ету деген сөз. Адалдық деген не? Адалдық дегеніміз ашық шыншыл қарым-қатынас.
Арамдық дегеніміз жасырын бүркемейлі қарым-қатынас. Әрқашан ойыңды айтуға әзір тұр, сонда сұмырай да сенен аулақ қашатын болады. Егер өзі алдамшы алаяқ болмаса, ешкім де алдамшылармен таныс біліс болуды сүймейді. Әрқашан ойыңды айтуға әзір тұр, сонда сұмырай да сенен аулақ қашатын болады. Егер өзі алдамшы алаяқ болмаса, ешкім де алдамшылармен таныс біліс болуды сүймейді. Адал адамды қудалауға болар да, бірақ ардан ада етуге болмайды. Бет қимылы сананың қатысынсыз ақ өзгеруі мүмкін. Ештеңе мәңгілік емес, кез келген уақытта бәрі өзгеруі мүмкін. Мен бірнеше сағат ішінде өмір толығымен өзгеруі мүмкін деп ойлағанды ұнатамын. Әйтпесе мен өмір сүруден жалығатын едім. Тіркеле кетіңіздер.